сәлеметсіздер ме балақайлар? Бүгінгі ұйымдастырылған оқыс әрекеттің сендерден мен естетін боламын. Менің аты-жөнім Қанатбек Ақберлі. Мен Көкшетау қаласы Шайындар Мұхсин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің 3-ші курс студентімін. Бүгінгі ұйымдастырылған оқыс әрекетіміздің тақырыбы тұрмыстық техника қажеттілігі. Білім беру саласы әлеуметтік орта бөлімі қоршаған ортамен таныстыру топ ортаңғы топ. Ұйымдастырылған оқыс әрекетіміздің негізгі 3 мақсаты бар: білімділік, тәрбиелік, дамытушылық. Білімділік. Тұрмыстық техника, оның қолданылуы туралы білімдерін жетілдіру, олардың атқаратын қызметімен таныстыру. Тәрбиелік. Қауіпсіздік ережелерін сақтауға дағдыландыру, тазалыққа, жинақылыққа баулу. Дамытушылық. Ойын арқылы балалардың қызығушылығын арттыру, қауіпсіздік ережесі туралы білімдерін дамыту. Бүгінгі ұйымдастырылған оқыс әрекетімізде қолданылатын негізгі әдіс-тәсілдер: ойын әдісі, сұрақ-жауап, әңгімелеу. Қолданылатын көрнекі құралдар: аю маскасы, тұрмыстық техника суреттері, үйлестірмелі карточкалар. Билингвалды компонент: газ плитасы, газовая плита, шаңсорғыш, пылесос, үтік, утюг, теледидар, телевизор, тоңазытқыш, холодильник. Балалар, енді ұйымдастырылған оқыс әрекетімізді бастайық. Бізге бүгін қонаққа аю ана келді. Қанеге амандасайық. Сәлеметсіз бе аю ана? Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме балалар? Мен тазалық пен тәртіпті жақсы көремін. Сондықтан да күнделікті үй шаруасымен айналысамын. Кір жуамын, үй жинаймын. Кейде жақсылап дем алғанды және ойнағанды ұнатамын. Ал сендер менімен ойнағыларың келе ме? Аю ана, сіз күнделікті үй шаруасынан шаршаған шығарсыз. Сіз отырып дем алыңыз. Ал мен сізге және балаларға үй шаруасын жеңілдететін заттар туралы айтып беремін. Балақайлар, біздің үйімізде таңғажайып құралдар бар. Олар біздің көмекшілеріміз. Олар шулайды, ызылдайды, тарсылдайды. Балақайлар, сендер білесіңдер ме? Олар қандай заттар? Дұрыс айтасыңдар. Газ, үтік, теледидар, тоңазытқыш, кір жуатын машина, шаңсорғыш. Бұлардың бәрін біз бір сөзбен тұрмыстық бұйымдар деп атаймыз. Жарайсыңдар балалар. Енді мен сендерге жұмбақ жасырамын, сол жұмбақтың жауабын тауып сипаттап беріңдер. Біздің үйде бір зат бар, сақтайды онда тамақты. Болсын мейлі күз бен жаз, іші оның қатты аяз. Ол не бізде? Дұрыс айтасыңдар. Тоңазытқыш. Онда біз тамақтарды сақтаймыз. Енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаймыз. Шаң тозаңды сүймейді, тазалап оны жүр дейді. Бүкіл әлем ішіне сыяр, аты оның. Қане балалар, ойланыңдар, бұл не бізде? Дұрыс айтасыңдар. Ол бізде шаңсорғыш. Біз онымен үйлерді тазалаймыз. Енді билингвалды компонент. Мен сендерге қазір заттарды екі тілде айтамын, сендер қайталаңдар. Шаңсорғыш, пылесос, үтік, утюг, теледидар, телевизор, тоңазытқыш, холодильник. Жарайсыңдар балалар. Енді осы техникалық бұйымдарды қолданған кезде бізге қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Қанекей, мен сендерді қауіпсіздік ережелерімен таныстырайын. Бірінші, сулы қолмен тоқты қосуға немесе ажыратуға болмайды. Екінші, балаларға ересектердің көмегінсіз электр тоқтарын ұстауға болмайды. Үшінші, ересектерсіз тұрмыстық техникаларды қолдануға, қосуға болмайды. Балалар, енді техниканы пайдаланған кезде осы қауіпсіздік ережелерін сақтайсыңдар ма? Жарайсыңдар. Енді қанеке бәріміз бірге орнымыздан тұрып сергіп алайық. Сергіту сәтін жасайық. Біз орманға барамыз. Жан-жағымызға қараймыз. Аю шықты қорбандап, қасқыр шықты ырылдап, түлкі шықты майысып, қоян шықты секіріп. Қорықпаңдар балалар, өз орныңды табыңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді ойын ойнайық. Ойынымыздың аты не зат, не үшін керек? Ойын шарты. Балалар, мен қазір сендерге техникалық бұйымдардың суретін көрсетемін, ал сендер оның не үшін қолданатынымызды айтасыңдар. Дайынсыңдар ма? Онда бастайық. Неге балалар, бірінші суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, үтік. Біз онымен не істейміз? Киімдерді үтіктейміз. Енді екінші суретке мұқият қарайық. Шаңсорғыш. Онымен не істейміз? Онымен үйлерді тазалаймыз, шаңын сорамыз. Балалар, үшінші суретте не бейнеленген? Тоңазытқыш. Онда біз тамақтарды сақтаймыз. Жарайсыңдар балалар. Енді соңғы суретті қарайық. Бұнда не бейнеленген? Теледидар. Онда біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы көретін мультфильмдарымызды қараймыз. Жарайсыңдар балалар. Енді сабағымызды қорытындылайық.
Балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Мен мұндай ғажайып техникалардың бар екенін білмеппін. Маған бүгінгі өткен тақырыптарын ұнады. Мен сендерге сол тақырып бойынша сұрақтар қойсам бола ма? Әрине, Айуана, қойыңыз. Балалар, тұрмыстық техникаларға нелер жатады? Қанеки балалар, бірге жауап берейік. Үтік, тоңазытқыш, теледидар, холодильник. Балалар, оны қолдануға болады ма? Әрине болады, тек үлкендердің көмегімен немесе рұқсатымен ғана. Жарайсыңдар балалар, сендер менің қойған барлық сұрақтарыма жауап бердіңдер. Маған бүгінгі өткен тақырыптарың ұнады. Жарайды, сау болыңдар. Сау болыңыз, Айуана, келіп тұрыңыз. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу әрекетімізден күтілетін нәтижелер. Біледі, тұрмыстық техниканы дұрыс пайдалануды, үлкендердің көмегінсіз тұрмыстық техникаларды электр тоғына қоспауды игереді, тұрмыстық техникаларды қалай пайдалану керектігін, олардың атқаратын қызметін меңгереді, техникалық құралдарды қолданғанда қауіпсіздік ережелерін сақтауды меңгереді. Жарайсыңдар балалар. Осымен ұйымдастырылған оқу әрекетіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.